2016 жылды қорытындылаған мамандар оңды нәтижеге қол жеткізгенін айтады. Мәселен, жыл басынан бері 481 жұмысшының конституциялық құқығы қорғалған, яғни Шымкент Сыра жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бірқатар қызметкерлері жылда ала алмаған 27 миллион теңге еңбек ақысы төленген. Сондай-ақ білім беру объектілерінде рұқсатсыз құрылыс жүргізген 16 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Тексеру нәтижесінің бірде-бір бөлігі осы қадағалау саласында кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау заңдылығы болатын болса, осы прокуратураның атқарған жұмыстарының нәтижесінде 205 жасы кәмелетке толмағанның конституциялық құқықтары қорғалды. Заңсыздыққа жол берген 136 тұлға тәртіптік, 20 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Заңсыз әкімшілік құқық бұзушылық істерін қозғаған 5 лауазым иесі қызметінен босатылды, яғни әкімшілік істерді тексеру барысында осы 5 лауазым иесінің толтырылған әкімшілік материалдары заңсыз екені, яғни жалған түрде толтырылғаны анықталып, ол қызметкерлерге қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ол бойынша сотқа барып, барлығы бойынша сот үкімі қабылданды. Ал кәсіпкерлердің құқығына қол сұққан 21 полиция мен 2 әкімдік қызметкерлері жауапкершілікке тартылған. Олар бизнес өкілдеріне әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы қаулы шығарған. Нәтижесінде заңсыз қаулылардың көзі жойылып, 263 кәсіпкердің құқығы қорғалған. Бұдан бөлек ауданда қылмыстардың саны да азайған. Керісінше аса ауыр қылмыстар саны 10,5%-ға төмендеді, ауыр қылмыстар 5,2%-ға төмендеді. Қасақана адам өлтіру 42,9%-ға, қарақшылық 60%-ға төмендеп отыр. Және де мынау көбінесе былайша айтқанда жалғасып жатқан алаяқтық қылмысына мынау облыстық прокуратураның ұйымдастыруымен жүргізіп жатқан өздеріңіз білесіз, алаяқсыз қоғам атты жоба бар. Осы жоба шеңберінде де жұмыстар атқарылып, осы алаяқтық қылмысының 25%-ға төмендеуіне қол жеткізіліп отыр. Сондай-ақ атқару өндірісінің заңдылығын қадағалау барысында мемлекет пайдасына 200 миллионға жуық қаржы өндірілген. Прокурорлық қадағалау актілерімен 67 борышкерге заң талабы түсіндіріліп, 17 тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Нұргүл Жылымбетова, Самат Кенжебаев, Талғат Пірінқұлов, ТВК телеарнасы.